Құрметті достар, бүгін біз Төменгі Шыршы ауданы Тама ауылына видеоға түсіруге келген болатынбыз. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ал келесі ауыл қай ауылды видеоға түсіруіміз қаласаңыздар комментария жазып кетіңіздер. Ал біз сіздерге Тама ауылын таныстырып өтетін боламыз. Міне біз тұрған жеріміз бұл Тама ауылы Ташкент облысының Қойшы ауданында Абай мөкейге қарасты Тама ауылда тұрыппыз. Бағана кіргенде Тама ауыл деп жазғандарын көрдіңіздер. 100 қожалыққа жақын жеріміз бұл жерде. Мынау тұрған жеріміз бірінші мазаратымыз. Бұл жерде ата-бабамызға арналған екінші жаһан ұрысында қатынасып қайтып келгендер бар, қайтып келе алмай қалған ата-бабаларымызға арнап ескерткіш орнаттық. Ауылымызда екі мазарат дедік. Бағана последний мазаратымыз Орынбайда болса, мынау Ахмет бабамыз мазараты. Бұл жоғары ауыл мазараты деп аталады. Екі мазарат өзі, бұл жоғары мазарымыз, бұл Ахмет ата мазары болады. Өзбекстан, Ташкент жері, шыршық бой, кең белім, Тама ауылы намыс тұл, кішіл жүздің өрелім. Баба өзі топырақта көк байрағым желбіреп, жүрегімде туған мекен жаным менен елжіреп. Тама менің тамырым, қайсар рухы араным, шыршық суы қанымдай, ауыл менің жанымдай. Кіші жүздің ұланы, биік болсын қыраным, Тама десем от жаны, көтерелер жыраным. Біздің мектебіміз ауданы бірінші санды жалпы білім беру мектебі. Бұл мектеп неше жылдардан бері қазақ мектебі болып оқылып келе жатыр. Осы күнде біздің мектебімізде 220-дан асып оқушы оқиды қазақ сыныпта. Мен өзім қазақ тілі және әдебиет пәнінен сабақ беремін. Тама менің тамырым, қайсар рухы ұраным, шыршық суы қанымдай, ауыл менің жанымдай. Кіші жүздің ұланы, биік болсын қыраным, Тама десем ат жаны, көтерелер жыраным. Тама менің тамырым, шыршық самал күш бермаған, жігерімді жандыр. Тама барда, рух барда, ешқашан сынбаймыз. Ауылдың ынтымақты бірлігі, мәселен ауылымыздан заман үніміз шықты шабандоз. Ел таниды, Аллаға шүкір, алмайтын бесін, бері сол болсын. Құда қаласа, жастарымыз бар, ауылдың жүрек жұмыс айтатын болсақ, бәрі бірлік дейді ғой, ынтымақ бірлік болса, жұмыс болады. Жастарға бұның асылмай. Енді мына үлкендеріміз, қараларымыз бар, соны келісіп, жастарға айтсақ, сол жұмыстың бәрі асыс екенін бітіп жатыр. Міне осылай, Тама елінде жасап келіп жатырмыз, жақсы, өтіп жатыр.